Жыл басынан бері 18 қордайлық интернет алаяқтардың құрбаны болған. Киберқылмыстың өршіп тұрғанын айтқан құзырлы органдар азаматтарды абай болуға шақырады. Мұндайда нені білген жөн? Сақтанудың жолы қайсы? Сюжеттен білейік. Иә, жау жоқ деме жарасына демекші телефоннан да тықыр таянды. Онлайн қызмет қаптаған заманда бір пәстақ алданып қалуыңыз қашап емес. Бір ғана қоңырауды қабылдап тірнектеп жиған тиындарыңыздан айырылуыңыз мүмкін. Өйткені азаматтардың атына заңсыз онлайн несие рәсімдеу белең алып тұр. Жыл басынан бері Қордай ауданының өзінде осындай 11 дерек тіркеліпті. Алаяқтар көпшілікке өзін банк қызметкері, ұялы байланыс операторы немесе құқық қорғау органының өкілі ретінде таныстырады. Осылайша алдау, жалған инвестициялық жобалар мен заңгерлік көмек ұсынып, ақша жымқырады. Мамандардың айтуынша, олардың арбауына көбіне зейнеткерлер мен әйел азаматтар түседі екен. Бұған қоса, оңай табыс табуға ұмтылған тұрғындардың да алдану жағдайлары азаймай отыр. 2026 жылдан осы уақытқа дейін қазіргі таңда 18 дерек тіркелген. Оның ішінде банк қызметкерлері ретінде таныстырып, алаяқтық жолмен несие рәсімдегендері бар. Одан басқа инвестициялық жобаларға қатысқандары бар, несие рәсімдеп белгісіз тұлғаларға аударып, жәбірленуші отқандары. Және де Instagram желісі, OLX және басқа да желілер бойынша товар сатып алу бойынша ақша жібереді, товар келмей қалады. Сондай деректерде бар. Жыл басынан бері Қордай ауданында интернет алаяқтықтың алдын алу бағытында 93 кездесу ұйымдастырылған. Түсіндіру жұмыстары мектептерде, ауруханаларда, мемлекеттік мекемелерде, мешіттер мен шіркеулерде, сондай-ақ кәсіпорындарда өткізіліпті. Іс-шара барысында тұрғындарға жалған банк қызметкерлері, инвестициялық алаяқтық, онлайн несие рәсімдеу және әлеуметтік желілер арқылы жасалатын алаяқтық тәсілдері түсіндіріліпті. Мамандар азаматтарға күмәнді сілтемелерге өтпеуді, SMS кодтарды ешкімге бермеуге және банк қосымшаларындағы қауіпсіздік талаптарын қатаң сақтауға шақырады. Қордай ауданының азаматтарына абай болыңыздар, өзіне тиесілі мәліметтерді ешкімге беру қажет емес, және де егов арқылы еркін түрде кредиттан бас тарту несі бар, соған жазылып, то есть заявление тастап, кредит ала алмайтындай қылып жасаса болады. Еске салайық, былтырдан бері банк картасы мен жеке есепшоттарын үшінші тарапқа берген азаматтарға заң аясында жауапкершілік көзделді. Сондықтан құзырлы орган өкілдері өзгеге сенім артып, ақпарат айтуда абай болуға шақырады. Нұрбақыт Мұсатилаұлы, Еркебұлан Болатұлы, Дәулет Акимов, Қордай 24 Ньюс.